Аса мейірімді, ерекше рақымды Алла тағаланың атымен бастаймын. Құрметті де, қадірлі қазақ елім, халқым, ұлтым, жұртым. Алла тағаланың көркем есімдерінің бірі Әл-Әділ. Әл-Әділ, яғни ең әділетті. Әділдік адамзатқа берілген ең ұлы құндылықтардың бірі. Сондықтан әділет атауын иеленген жаңа саяси партия халқымыздың сенімін ақтап, ел игілігіне адал қызмет етеді деп үміттенемін. Менің тілегім, бұл партия әрбір азаматтың үнін еститін, заң үстемдігін қорғайтын, адалдық пен әділдікті ту еткен, мемлекет пен халықтың арасындағы сенімді нығайтатын нағыз халықтық партияға айналсын. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде әділдік туралы: расында, Алла әділдікті, игілік жасауды және туыстыққа жақсылық қылуды бұйырады. Нақыл сүресі 90 аят. Осы ұлы қағиданы берік ұстанған қоғам ғана өсіп өркендейді. Әділетті Қазақстан әрбір Қазақстан азаматтарының арманы. Сол жолда баршамыз бірлікпен, адалдықпен және жауапкершілікпен еңбек етейік. Мен ұлт қызы, ұлт анасы, ұлт әжесі ретінде Әділет партиясын қолдауға шақырамын және оның елдің жарқын болашағы үшін әділдік пен халық мүддесіне қызмет ететініне сенім білдіремін. Әділетті Қазақстан, қуатты Қазақстан. Әділет жай ғана партияның атауы емес. Әділет Алла тағаланың көркем есімдерінің бірі, адамзатқа аманат еткен ұлы қағида. Сондықтан әділет атауын иеленген әрбір азамат та, әрбір ұйым да сол қасиетті атқа лайық болып, халыққа адал қызмет етуге міндетті. Менің сенімім, Әділет партиясы өз атауына сай болып, мемлекет пен халықтың арасындағы сенімді нығайтып, қарапайым азаматтың мұңын, үнін тыңдайтын, шындықты ту еткен әділдік өмірлік ұстаным еткен саяси күшке айналады. Әділетті Қазақстан бұл бір партияның ғана ұраны емес, бұл әрбір Қазақстан азаматтарының арманы, әрбір ата-ананың тілегі, әрбір баланың жарқын болашағына деген үміті. Ұлы жаратушы Алла өзінің барлық уәделерін міндетті түрде орындайды. Сондықтан әділет атауы жай ғана сөз емес. Бұл әділдік шыңы. Халыққа берілген әрбір уәде аманат. Ал аманатқа адал болу үлкен де зор борышты міндет, жауапкершілік жүгі. Алла тағала баршамызды әділдіктен айырмасын. Елімізге береке, халқымызға бірлік, мемлекетімізге тұрақтылық нәсіп еткей. Әмин. Баршаңызды бірінші шақырымдағы 23 тамыз күні өтетін құрылтай сайлауына риясыз жүрекпен атсалысып, аса жауапкершілікпен әділет үшін, әділетті Қазақстан үшін, әділетті болашақ үшін халық тағдырын дестелеген сайлау бюллетеніндегі нөмір 1 Әділет партиясына дауыс беруге шақырамын. Менің таңдауым Әділет партиясы. Сіздерге деген аса құрметпен Мұнайлы Кеңкақ кенті тұрғыны, зейнеткер, мәдениет саласының ардагері, ел жанашыры, қоғам қайраткері Ардақ Мұғалқызы Құбашева.